Егер шаршап тұрсаңыз, бірақ сонда да өте дәмді тамақ ішкілеріңіз келсе, осы видеоны қараңыздар. Ол үшін бізге тауық филесі, қызанақ, пияз, қырыққабат, сметана, жұмыртқа және бірнеше сарымсақ қажет. Тауық филесін майдалап турап аламыз да, оған тұзымызды, дәмдеуіштерімізді қосып, бір шетке қойып қоямыз. Қалған көкөністерді мен турап дайындап қойдым. Одан кейін 200 граммдық қаймағымызға 2 жұмыртқа, тұз, сұйық май 2-3 қасықтай. Одан кейін сарымсағымызды салып, әбден араластырамыз. Бұл қаймаққа салған тұзымыз барлық көкөністерге жететіндей болу керек. Себебі бұдан басқа біз тұз салмаймыз. Одан кейін формамызға бірінен соң біріне бәрін жинаймыз. Бірінші етімізді саламыз. Одан кейін пиязымызды, одан кейін қырыққабатымызды саламыз. Қырыққабаттың үстіне бетін жабатындай қылып картоп саламыз. Егер сіздер қырыққабатты ұнатпасаңыздар, картопын көбірек салсаңыздар болады. Сосын дайындаған қаймағымызды ішіне толықтай құйып шығамыз. Енді қызанақтарымызды бетіне жайып шығып, 200 градустық духовкаға 1 сағатқа қоямыз. Оған дейін ірімшігімізді теркадан өткізіп дайындап қоямыз. Тамағымыз дайын болған соң, ірімшігімізді бетіне сеуіп, қайтадан 10 минуттай қойып аламыз. Бұл тамақ өте дәмді шығады. Біздің отбасымыздың бәріне ұнайды, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеомыз ұнаса, біздерге лайк, коммент қойып, подписка жасап, каналымызды қолдап кетсеңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.